Қадір түнін қалай өткізу керек? Қандай дұғада болған дұрыс? Қадір түні ұйықтауға бола ма? Міне бүгін осы 3 сұраққа жауап беріп көрейік. Қадір түні Рамазан айының соңғы 10 түнінің бірі, яғни 10 түннің біріне жасырылған. Ал 27-ші түн Қадір түні болуы ең ықтимал түн. Биыл 23 наурыздан басталған қасиетті Рамазан айы 20 сәуірде аяқталады. Ал 1000 айдан да қайырлы Қадір түні сәуір айдың 17-сінен 18-не қараған түнге түсіп тұр. Айлардың сұлтаны Рамазан айы болса, түндердің ең қасиеттісі Қадір түні саналады. Өйткені бұл түні Құран кәрімнің аяттары түсе бастаған. Қадір түні жасалған ғибадат 83 жылдық сауапқа пара-пар. Жалпы қадір деген сөздің өзі араб тілінен тағдыр деген мағына береді. Сол себепті бұл түнде адамның 1 жылдық тағдыры ғана емес, ризық несібесі де жазылады. 83 жылдық сауапқа кенелу үшін Рамазанның соңғы 10 күнін босқа өткізбей дұғада болайық. Қадір түнінде не істеу керек? Өкінішке қарай, көбі Қадір түнін жай ғана ұйықтамай қарсы алу жеткілікті деп санайды. Алайда бұл қате түсінік. Алланың мейірімінен үміт еткен әрбір адам Қадір түні кірместен бұрын дәрет алып, таза киім киіп, үстіне қош иісті әтір сеуіп, қасиетті түнді күтуге дайындық жасауға тиіс. Қадір түні мақсат тек ұйықтамай ояу жүру емес, тілек тілеп, дұға жасап, намаз оқу. Қасиетті түнді көңіл көтеру орындарында емес, үйде немесе мешітте өткізген абзал. Ішімдік ішуге, адамдардың сыртынан ғайбаттап өсек айтуға, жанжалдасуға, дауласуға тыйым салынады. Достармен көңіл көтеріп ән айтуға, билеуге, сауық кешін ұйымдастыруға болмайды. Ал теледидардан ойын-сауық бағдарламалары мен фильмдердің орнына тәрбиелік мәні бар дүниелерді тамашалаған дұрыс. Қадір түнінің құрметіне дастархан жаюдың мүлдем қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп есік-терезелерді ашып қоюда дұрыс емес. Мұсылмандар бұл түнді барынша құлшылықпен, шын жүректен өкініп күнәлары үшін кешірім сұраумен өткізуге тиіс. Таңға дейін қасиетті Құран кітабын оқып, дұға жасаған абзал. Аллах тағаладан барлық тілектерін тілеп, кешірімдерін сұраған жақсы. Қадір түні оқылатын дұғаларды білесіз бе? Айша анамыз радиаллаху аллах пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның «Уа Алланың елшісі, Қадір түнінде қандай дұға жасайын?» деп сұрағанда, Алла елшісі: «Уа Аллам, сен кешірімдісің, кешіруді сүйесің, менің күнәларымды кешіре көр» деп дұға етуге кеңес берген. Қадір түнінің құрметіне Раббымыздың барша мұсылман адамдығын, өзара достық пен бауырмашылдықтың артуын, ислам әлемінің бір тұтастығы мен күллі адамзатты апаттардан сақта деп тілеуіміз шарт. Қадір түні қай уақытқа дейін жалғасатынын білесіз бе? Қадір кеші күн батып, ауыз ашқан сәттен бастап, таң ататын уақытқа дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында барша мұсылман халқым бүкіл миыменен, бүкіл жүрегіменен Аллах тағалада дұға тілекте болған жақсы. Қадір түні ұйықтамау шарт па? Қадір түнін барынша құлшылықпен өткізген дұрыс, бірақ ұйықтамай өткізу шарт емес. Себебі Айша анамыз Алла елшісі таң атқанша түнді барлық бөлігін намазбен өткізген емес, дейді.
Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын тағы бір хадисінде сендерге мына ай келді. Бұл айда 1000 айдан артық түн бар. Кім осы түннің жақсылығынан махрұм қалса, жақсылық атауынан құр қалғаны. Оның жақсылығынан тек қана нағыз махрұм адам ғана құр қалады деген. Сондықтан мұсылман адам барынша осы түнді құлшылықпен өткізіп, сауаптан құр қалмауға тырысуы қажет. Ал шаршаса кішкене тынығып, кейін әрі қарай құлшылығын жалғастырудың оғасы жоқ. Қадір түні, тағдыр түні. Бұл түннің тағдыр түні деп аталатын себебі, дәл осы түнде Алла белгілі бір періштелерге алдағы жылда келесі тағдыр түніне дейін не болатын жайлы білім береді. Бала кезде Қыдыр ата келеді деп, қадір түнін асыға күтіп, шелпек пісіріп, есікті ілмей, дастархан жайып, әйтеуір таңға дейін ұйықтамай отырсақ болды деген түсінікпен өсіппіз. Ол дұрыс емес. Ешқандай да Қыдыр ата келмейді. Ұйықтамау міндет емес. Керісінше Алладан дұғаңды, тілегіңді тілеп, намазыңды оқып, Алладан өткен күнәларымды кешірші деп кешірім сұрайтын түн деп ешкім айтпапты. Әке-шешеміз дінді берік ұстағандар қатарынан емес. Кеңестік дәуір адамдары болғандықтан маған дейінгі де, менен бірнеше жыл кейінгілер де дәл осындай жағдайда осындай түсінікпен өскеніміз анық. Бұл түні адамдардың өмір сүру уақыты мен өлімі, ризық несібесі, тағдыры белгіленеді. Тіпті пәленше осы жылы қажылыққа барады деп кімнің баратынын да жазып қояды екен. Қасиетті қадір түні 1000 айдан да артық. Бұл түні аспаннан періштелер жерге түседі. Періштелердің саны жердегі ұсақ тастардан да көп болады. Олар әр адамның дұғасын, тілегін Аллаға жеткізіп жазып отырады. Ендеше қадір түнінде Қыдыр ата келмейді. Шелпек пісіріп, дастархан жайып, ыдыстарды суға толтырудың керек жоқ. Есікті, терезені ашып керек жоқ. Ұйықтамай телевизор көрудің де, музыка тыңдап, әйтеуір таңды аттырудың да қажеті жоқ. Ислам ғұлама ғалымдардың зерттеуі бойынша қадір түні мына түнге сәйкес келуі мүмкін деп оразаның 26 және 27-сіне қараған түнін белгілейді. Бірақ нақты емес деп те ескертеді. Қадір түнінің қай түнге сәйкес келетін туралы 40-қа жуық жорамал бар екен. Қадір түнінің нақты қай түн екенін білу үшін Сахих әл-Бухариде Айшадан, Алла оған разы болсын, хадис келтірілген. Соған сәйкес Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: тағдыр түнін Рамазанның соңғы 10 түннің бірінен іздеңдер. Дәл қазіргі Аллахтың беріп атқан күндері біздің оразамыздың соңғы 10 күні. Бұл түндерде намаз оқып, күндіздері садақа беріп, кешіре алмай жүрген адамдарымызды кешіріп, сондай бір жақсы бір дұғада болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, подписаться етіп, комментарий қалдырыңыздар.